Сіздің балаңыз ажырасқан кезде сізге больнее тиді да. Өйткені ол ана идеальный образға сәйкес келмей қалдыңыз ғой. Иә, өткені қатты қиналдым. Менің жаңағы еңелік тәрбием дұрыс болмаған кейін менің келінім кетіп қалған сияқты. Сол жаңағы Гүлекеңнің келіні кетіп қалыпты деген сөздің өзі маған өте ауыр болды да. Бірақ енді олай мүмкін емес болды, өйткені ол менің баламның өмірлік жары. Одан сен қаншама ұрпақ сүйесің. Енді оның іздеген әлемі басқа болды да. Біздің әлемге ол никак болмайтындай болған түсінгеннен кейін, балам да түсінді, өзі түсінді, сосын кейін жай ғана бөлінгенін қалады ғой, өйткені олар әлі жас, артында ұрпағы жоқ, жылап қалып дейтін. Енді ол жерде бір немере болатын болса, мен жалғыз қалатын едім. Қандай қиындық болса да шыдайтын едім ше. Бала шаға болмағасын, ол да өзінің мүмкін бақытын тауып қалар. Сөйлемейтін болды, оқырмандарым солай кеңес берді. Жібектің өзі айтсын. Неге сіз деп сөйлемейсің? Мен сіз деп сөйлейтін болсам, ара қатынасымыз сәл алшақтау болады. Сондықтан психология бойынша Кітап көп оқығансың ғой сонда? Иә, соңғы кезде ұйқы ауысып, 6-7-те ұйықтап жүрмін. Мынау бетке жаман болып кетті. Дәрумендер, витаминдер жетіспей жүр ма? Қорықпаңыздар, бір реклама тығып жіберуге болушы еді. Бірақ реклама жоқ ондай. Так, бұл сұраққа қалай жауап беруге болады? Бірінші Диан, мен өзінше емеспін. Ол сенің жеке ой санаңда солай қалыптасқан. Оны мен оқырмандарым өздері дәлелдейді. Данный момент жатырмын, үйге енді келдік. Бірақ ойда көптеген шешілмеген заттар, ойлар мазалайды. Сыртқы көзқараспен бәрі жақсы болғанмен, іште оның бәрі тоже жақсы. Арасында оқып отырсам, мына жерде 90% барлығы тілектен құралған екен. Барлығын оқып отырмын, ішінен амин деп қойып, тоже дұғадамын. Өздеріңізге мың есе қайтсын. Жақында рахмет, құшақтадым.